Hello children, today we are going to learn how to use a, and, some, any. Сабағымызды бастамастан бұрын an артиклі бізге не себепті қажет? Ағылшын тілінде an артиклі өте маңызды рөлді атқарады. Ол қандай да бір заттың алдында жүреді. Ағылшын тілінде one деген сөз бар. One деген сөзді біз an артиклін орнына қойып, орнын баса аламыз. We use a or an with countable nouns in singular. Балалар, біз an сөзін саналатын зат есімдердің алдында жекеше түрде қолданамыз. A before consonants and before vowels. Яғни балалар, a артиклін біз зат есімдердің алдында дауыссыз әріптің алдында қоямыз, n артиклін дауысты зат есімдердің алдында қоямыз. For example, a cat, a present, an apple. Көріп отырғанымыздай a cat дауыссыз әріп болғандықтан c әріпі. A артиклін жалғап отырмыз. A present p дауыссыз әріп, және де an apple. A әріпі дауысты болғандықтан n артиклін жалғадық. Жарайсыңдар балалар, артиклдер түсінікті деп ойлаймын. Келесі тақырып some and any. We use some or any with countable nouns in plural. Яғни балалар, some және any бірдей мағынаны білдіреді. Қазақ тілінде біраз, бірнеше деп аударылады. Біз some, any сөздерін көпше түрде, яғни зат есімдердің алдында қолданамыз. Бірақ екеуінің қолданысы екі түрлі. Any in negative and questions. Біз some сөзін болымды сөйлемде зат есімдердің алдында қолданамыз. Any сөзін болымсыз және сұраулы сөйлемдерде зат есімдердің алдында қолданамыз. For example, some cats, some presents, some apples. Көріп отырғанымыздай, көпше түрде болымды сөйлемнің алдына some сөзін қоямыз. Are there any cats? Are there any presents? Are there any apples? Мысықтар бар ма? Сыйлықтар бар ма? Алмалар бар ма? Көріп отырғанымыздай, any сөзін сұраулы сөйлемнің алдында қолдандық, я балалар? There aren't any cats. There aren't any presents. There aren't any apples. Біраз мысықтар жоқ, біраз сыйлықтар жоқ, біраз алмалар жоқ. Көріп отырғанымызда any сөзін біз болымсыз сөйлемдерде қолданып отырмыз, я балалар?